жаңыл қасынан өткен әрбір сәбиге телміріп, еміреніп қарап отыр. Өмірдің мәні мен сәні сәби екенін енді түсініп отырғандай. Көздерінен еріксіз жас моншақтап жерге түсуде. Бақыт осы бір сәбиге тірелгеніне іштей қапалы. Мен не жаздым, мені сәбиме сынайтындай. Кімге не жамандық жасадым екен дейді. Қай жерден қате кеттім. Енді не болар екен алдағы өмірім. Бала сүймесем Ерланның маған деген махаббаты өшеді ғой. Қу тіземді құшақтап, өзім қаламын ба деп болашақты ойлап, өз ойынан қорқып кетті. Жоқ, Ерлан мені жақсы көреді ғой. Бірге бәріне жетеміз, бір-бірімізге демеу боламыз деп келіскен едік қой. Ерланның олай жасауы мүмкін емес дейді. Өз ойымен арпалысып отырып, қалай кеш қарайып қалғанын білмей қалады. Қой, үйге барайын деген ой тұрса да аяғын санап, сүйретіп әрең келе жатыр. Сол үйге еш барғысы жоқ. Не айтамын, менен жақсы жаңалық күтіп отырған шығар. Таңертеңгісін дәрігерге көрінуге кеткенін біледі. Бірер күн бұрын жүрегі айнып жүргенін, көтердім бе деген үмітпен дәрігерге барса, ештеңе жоқ. Бірақ неге көтермейтінімді білмеймін. Көтере алатын қабілетің бар, денің сау, үмітіңді үзбе деп жібереді дәрігер. Расында үйіне келсе, енесі мен жолдасы асыға күтіп отырған екен. Кіргеннен сұраулы жүзбен жаңыл жаққа қарап еді. Үндеместен бөлмесіне кіріп кетті. Екеуі де ештеңе сұрамады. Шамасы білді ғой еш нәтиже жоғын. Жаңылдың жаралы жүрегіне жара салмайын деп жолдасы да барынша көңілін аулап жатыр. Жаным, мен сені жақсы көремін. Бәрі алда, барлық сынаққа төземіз. Еш мойыма, мен сенің жаныңдан әркез табыламын дейді. Ерланның бұл сөзі жаңылдың қайта қуаттандырғандай өз-өзіне келіп, кешкі тамақтың қамына кірісіп кетті. Ерлан мен жаңылдың үйленгеніне 5 жыл болды. Екеуі студенттік шақта танысқан еді. Екеуі де ауылдың қара домалақ қызы мен ұлы. Бірі жоғарғы оқу орнында түсіп, сол жерде танысқан. Достасып 2-3 жылдай жүреді. Бір-біріне бауыр басып, көрмесе тұра алмай халге жетеді. Оқуды аяқтап, екеуі шаңырақ көтереді. Дүркіретіп тұрып той өтеді. Ерланның әкесі жоқ еді. Ерлан кішкентай кезінде о дүниелік болып кеткен. Әкесінің армандаған тойын өткізгеніне анасы қуанды. Әкесінің жоқтығын білдірмеуге тырысты. Ерлан 4 қыздан кейінгі жалғыз ұл. Анасы барын салып, мектептің полын жуып, балаларын оқытып, шоқытып, бір-бір дипломынан алып берген. Әкелері болмаса да ешкімнен кем қылмай өсірді. Енді міне барлығын балаларын аяқтандырып, қуанып жүр. Осы балалардың бейнетін көрдім. Енді тек рахатын көрейін дейді. Жаңыл келін болып түскеннен маған немере туып береді де, өздерің қыз бен жігіт болып жүре беріңдер, мен қараймын дейтін. Міне сол немерені күтіп жүргеніне бақандай 5 жыл да өте шықты. Ерланның анасы момын, көрегенді дана кісі еді. Келіннің қандай жағдайда жүргенін түсініп, ештеңе айтпайтын. Басқа біреу болғанда баяғыда балама туатын әйел әперемін деп ажыратып жіберуші еді. Бұл кісі жатса да тұрса да бір немерені аңсап Құдайдан немерелі болуды сұрайды. Көршілерімен сөйлесіп қалса болды. Ана бедеу келінің әлі жүр ма, неге тумайды? Жаспын деп әлі жүр ма деп дискілеуді қоймайды. Оған еш саспастан, мен өзім айтып отырмын, жұмыстарыңды істеп, жағдайларыңды жасап алыңдар деп. Балалы болған соң жағдайың жасау керек, оқыту керек. Қазір заман қиын, бәрі қымбатшылық.
мен өзім оларды тоқтатып отырмын деп барлық нәрсенің артын жауып қоятын. Кімнің аузына қақпақ боласың? Пәленшенің келіні бедеу, онымен түскендердің кемі 2 баласы бар. Бұл әлі жүр, мүсінін бұзбайын деп. Ана байын аяса қайтеді? Бір бала туып берсе болады деген неше түрлі өсектер жайылып кеткен. Қайтсын, айтқан адам айтады да қояды, ештеңе етпейді. Жаңыл жүр, бірақ іші алай-дүлей болып жүретін. Осы 5 жыл ішінде не істемеді десейші, кім не айтса да құлағы елең етіп барып емделіп келетін. Қит етсе қайын әпкелері осыны сүйрейтін. Бірақ барған жердің бәрінде еш ем болмайды. Бәрінің айтатыны денің сау, көтересің, Құдай сізге сәл кешіктіріп берейін деген шығар, сабыр қылыңыз дейді. Сабырлықпен осынша уақыт тез өтіп кеткенін білмей де қалды. Бармаған жері, баспаған тауы қалмады. Енді түбегейлі үмітін үзгендей болды. Жаңылдың ойы жолдасына тек тоқал алып беру болды. Ерланның бұл өмірде баласы болғанын қалап жолдасына жайлап айтып көріп еді, жолдасы ашуланып тыңдамай үйден шығып кетті.